Тас емшекті жібітіп, тар құрсағын кеңейтіп, 9 ай 9 күн көтеріп, дүниеге бала әкелу әйел баласы үшін үлкен бақыт. Жүктілік әйел үшін де, ер азамат үшін де ерекше кезең. Бұл кезде болашақ ананың бойынан көптеген өзгерістерді байқауға болады. Күйгелек боласың, мінезің шарт бұрт болады, бірден ашуға берілесің, мінезің 180 градусқа өзгереді. Маңайымдағы адамдарға қазір ренжимін, бір болмайтын нәрселерге де ренжіп қалам кейде. Сосын бір жылап басылам да. Енді аяғы ауыр әйелдердің несі көңіл күйі әрқалай өзгеріп тұрады әр уақытта. Кез келген адамның сөзін жүрегіңе жақын қабылдайсың. Жүктілік әр әйелде әртүрлі өтеді. Бірі ешбір белгісіз бір қалыпты өткізсе, екіншісінің тағамға деген талғамы ауысып, өзгелердің санасына сыйымсыз азық-түлікке жеріктігі пайда болады. Суда шалмай қалатын кездерім болады. Тек өзімнің бір ұнатқан бір жемісімді, көкөністерді мүмкін жегім келуі мүмкін. Токсикоз басында болайын деген сияқты болды. Содан кейін қойып кетті. 2 айға дейін болды. Одан кейін тоқтады. 2 балада да мен жерік болған емеспін. Күйеуіме еркелеп ойлағанмын, андай жегім келеді, мындай жегім келеді деп айтамын деп, бірақ мен оны шынайы ондай нәрсе бір нәрсе жегім келіп тұрған жоқ болған соң, өйтіп айта алмайды екенмін. Көбінесе жұмыс басты әйелдер 9 айдан қалай өтіп кететінін байқамай да қалады. Ал кейбіреулер үшін әрбір ай жылдай созылып кеткендей көрінуі мүмкін. Қалай болғанда да, себебі анықталмай отырған осы құбылыс жүкті әйелдер арасында көптеп кездеседі. Күні түні жұмыс істеу. Бірақ соның барлығын жеңіп жүрмін қазір. Ол сол жолдасымның, үйдегі жолдасымның анасының арқасы. Кез келген қазақтың ер азаматы сияқты менің күйеуім де сен аяғың ауыр екен деп қатты еркелетпейді, бірақ андай ауыр заттарды көтертпей, қатты уайымдатқыздырмайды. Мамаларым, сол үлкен кісілер, үйтпе, бүйт, әйтпесе болмайды деп, солардың несімен, ақылымен жүріп. Гинекологтардың пікірінше құжат бойынша әйелдің жасы маңызды емес, маңыздысы оның биологиялық жасы дейді. Негізі бірінші балада көбірек өзгеріс болады. Меніңше алғашқы рет аяғы ауыр болғандықтан деп ойлаймын. Бірінші балаға аяғым ауыр болғанда кинодағыдай көп нәрсені армандайтын. Күйеуім сол неде қасымда болып, кішкене қолдап, жылы сөздермен жанымда жүрсе деймін. Әйел баласы физиологиялық, психологиялық, тіпті экономикалық тұрғыда дайын болған кезде ғана бала көтерсе, жүктілік кезеңді жеңіл өткеретіні анық. Сонымен қатар жүктілік кезеңінде ерінің қасында болып, қолдау көрсеткені болашақ анаға өте маңызды.